22 уақытты анықтайтын құралдар. Сен уақытты анықтайтын құралдармен танысасың. Уақытты анықтау құралдары. Кел, ойланайық. Төмендегі құралдар не үшін керек? Оларды адамдар қай кезде ойлап тапты? Күн сағат, құм сағат, механикалық сағат, электронды сағат. Білгенің жөн. Күн сағат күн сәулесі арқылы уақытты анықтауға қолданылатын аспап. Алғашқы күн сағат ежелгі Мысырда жасалған. Олар уақытты күннің қозғалысы бойынша анықтаған. Сол уақыттан бері сағаттың солдан оңға қарай айналу бағыты өзгерген жоқ. Бақылайық, стақанға тамшылап тұрған суды бақыла. Оның көмегімен уақытты анықтауға бола ма? Бір стақанның іші су тамшысымен қанша уақытта толады? Оны қандай құралмен өлшеуге болады? Қорытынды жаса. Салыстырайық, құм сағат, механикалық сағат, электронды сағаттардың уақытты қалай көрсететінін салыстыр. Ол үшін барлық сағатты бірдей уақытқа қой. 1-2 минут бақыла. Құрастырайық, уақытты анықтайтын құралды құрастыруға бола ма? Ойлан, үлгісін жаса. Суретте қозы пішінді қолдан жасалған сағат. Есіңде сақта. Боз ала таң күн шапағының белгісі, таңның ағара бастауы. Кешқұрым күн батқан кез.